Қала қызы. Жанар Алматыда өскен, нағыз қаланың қызы еді. Ол үлкен көшелердің бітпейтін қарбаласына, жарқыраған шамдарға, кофе иісі мен қымбат дүкендерге әбден үйренген. Үйінің жалғыз тал ерке қызы еді. Өмірі жоспарлы болатын, таңертең жұмыс, кешке фитнес, демалыста құрбыларымен кофе аралау. Ауыл деген ұғым оған тек жазғы демалыста баратын әжесінің үйімен ғана байланысты еді. Оның өзі кішкентай күнінде болған. Ал ол жақтағы тіршілік басқа әлем сияқты көрінетін. Тағдыр оны Жігермен жолықтырғанда ол өмірінің осылай күрт өзгеретінін білген жоқ. Жігер Түркістан жақтағы Қарасау ауылында мұғалім болып істейтін, көп сөйлемейтін, байсалды жігіт еді. Қалаға сапармен анда-санда келетін. Алғашқыда Жанар оны жай ғана қызық көрді. Бірақ уақыт өте келе оның сабырлығы, артық сөзі жоқ тазалығы, көзіндегі шынайылық жүрегіне жылы тиді. Мен ауылдан ұзай алмаймын деді бірде Жігер. Ал мен қалаға үйреніп қалғанмын деп күлді Жанар. Ол кезде бұл сөздердің екеуіне де тағдыр болып жабысарын ешкім сезген жоқ. Көп ұзамай Жігер: Жанар, мен сені Қарасу ауылға келін қылып апарғым келеді. Жанар көп ойланбады. Махаббат ақылға бағынбайды екен. Құрбылары күлді. Қарасу дейсің бе? Ол қай түпкірде? Wi-Fi жоқ ауылда қалай тұрасың? Жанар күліп қана қойды. Бірақ жүрегінің түбінде бір белгісіз қорқыныш бар еді. Сол қорқынышты махаббат жеңді. Осылайша бір көктемде ол Жігердің қолынан ұстап Алматыдағы өмірімен қоштасты. Автобус терезесінен алыстап бара жатқан қалаға қарап отырып, жүрегі бір түрлі сыздады. Мен не істеп бара жатырмын? Қайда? Не үшін? Жол ұзақ болды. Қарасуға жақындаған сайын дала тынышталып, ұялы байланыста жоғала бастады. Автобус шаң басқан. Тоқтаған кезде Жанардың жүрегі қатты соғып тұрды. Міне, біздің ауыл, деді Жігер. Қарапайым ғана үйлер, ұзын көше, алыстан көрінген ескі мектеп. Ауыл адамдарды оларды күтіп отыр екен. Келін келді, түсіріңдер. Бірі қолынан, бірі арқасынан демеп, бетінен жауып, үйге қарай алып жүрді. Босағада отырған ақ жаулықты ана: Қош келдің қарағым, енді осы үйдің келінсің, деп маңдайынан сүйді. Жанар сол сәтте ғана: мен енді Қарасудың келінімін, деп іштей қайталады. Алғашқы таңы. Жанар таңғы 5-те ауылдың иттері үрген дауысынан оянды. Үй іші қыбырлап жатыр. Қайыненесі: Тұр келін, сиыр сауатын уақыт болды, деді. Жанар төсектен тұрған кезде ғана: бұл енді демалыс емес, бұл менің жаңа өмірім. Енді түсінді. Сыртқа шықты. Таңғы Қарасудың ауасы салқын екен. Қолына шелек ұстағанда саусақтары дірілдеп кетті. Ал сиыр болса, оны мүлдем жатсынды. Қорықпа, деді енесі, сиыр да адам сияқты, жатсынса бермейді. Жанар орындыққа отырды. Сиырдың жылы бүйіріне қолын тигізгенде жүрегі одан бетер дүрсілдеп кетті. Ал сиыр болса, оны бөтенсініп бір орында тыпылжымай тұр. Алғашқы сауған сүт шелектің түбінде жаппады. Күлзира апа қабағын түйіп қарады. Үйренесің, бірақ еркелік болмайды бұл үйде. Жанар үндемеді. Үйге кірген соң от жағу, шай қою, нан турау. Қаланың қызына бәрі қиын. Қолынан бәрі түсіп қала береді. Бірде шайнекті төгіп алады, бірде табаны күйіп кетеді. Енесі үндемейді, бірақ әр қозғалысын бақылап жүргені сезіледі. Ал қайынатасы Сейітжан ақсақал көп сөйлемейтін, ауыр мінезді адам екен. Таңғы асқа отырып жатып, келдің үйдің ырысы, деді, бірақ ауыз сөз. Сосын Жанарға ұзақ қарап қойды. Ол көзқарастан Жанар бір түрлі қысылды. Күндер өте берді. Жанар ауыл тіршілігіне біртіндеп үйрене бастады. Бірақ үйрену, бағыну деген сөз емес екен. Қайыненесі әр нәрсеге көңілі толмайды. Қызым, қалада бәрі дайын ғой, түсінеміз. Мұнда бәрін өзің істейсің. Жанар кейде түнде жастығына жылап алады. Жігер ғана жұбатады. Шыда, бәрі орнына келеді. Бірақ өзі күнде мектеп, үйге кеш келеді. Жанар жалғыз. Ауыл адамдары да әртүрлі. Бір жылы сөз сөйлейді, бірі сынап қарайды. Көрші Күләйша қаланың қызы жаққа шыдамайды деп сыртынан айтып жүр. Күнде енесімен шай ішіп келіп айтып кетеді. Бұл сөздер Жанардың жүрегін ауыртады. Бір күні ауылда той болды. Ауылдың шетінде тұратын бір ағайынның баласы үйленіп жатыр екен. Жігер: барамыз, ауылдың тойынан қалуға болмайды, деді Жанарға. Жанар алғаш рет ауылдың нағыз тойын көрмек. Киіз үйлер тігіліп, қазан-қазан ет асылып жатыр. Домбыраның үні, балалардың күлкісі,
Үлкендердің әңгімесі бәрі араласып, ауыл бір сәтке жанданып кеткен. Тойдың дәл ортасына таман бір топ жігіт кіріп келді. Араларында бойы ұзын, иығы кең, күнге күйген қара торы жігіт, үстінде әскери форма. Абзал келді. Әскерден келген бала. Ауыл у-шу болды. Жігер орнынан атып тұрды. Бұл менің інім, деді ол Жанарға. Абзал Жігерді көріп жымиып құшақтай алды. Аға, жігіт болыпсың ғой, деді Жігер арқасынан қағып бауырының. Сосын Жанарға қарады. Келін ғой бұл? Иә, деді Жігер. Жанар. Абзал сәл кідіріп қалды. Көздері бір сәтке ұзақтау тоқтап қалғандай болды. Қош келдіңіз, жеңгей, деді сосын. Дауысы жуан, бірақ бір түрлі жұмсақ. Жанар да қош келдің, деді. Бірақ неге екенін өзі де түсінбей жүрегі бір түрлі шым ете қалды. Той қызып жатты. Абзал әскерден келген құрметке төрге отырғызылды. Жігіттер оны ортаға шақырып ән айтқызды. Ал дауысы қоңыр, әдемі ән салды. Жанар еріксіз тыңдап қалды. Неге бұлай әсер етті деп өзі де түсінбей отыр. Жігер мақтанып отыр. Біздің Абзал нағыз жігіт, енді ауылда қалады, үйлендіреміз. Абзал жымиып қана қояды. Ал Жанардың жүрегінде бір түсініксіз қобалжу пайда болды. Тойдан қайтарда жол қысқа болды. Үшеуі қатар жүрді. Түнгі қарасу тыныш. Аспанда жұлдыздар жымыңдайды. Абзал алда, Жігер мен Жанар артта. Бір кезде Жігер бір танысына жолығып қалып сөйлесіп қалды. Жанар мен Абзал біраз уақыт қатар қалды. Қалада тұрып көрдіңіз бе, жеңге? Жоқ, деді Жанар. Мен тұрмадым, мен қалада өстім. Ауылға үйрену қиын шығар. Я, деді Жанар үнсіз. Осы екі ауыз сөздің арасында бір түрлі үнсіздік тұрды. Бірақ сол үнсіздік мазасыз еді. Сол түні Жанар ұзақ ұйықтай алмады. Көз алдына қайта-қайта Абзалдың бейнесі келе берді. Бұл не болды? Неге мен бұлай ойлап жатырмын? Ол өзін өзі сөкті. Бұл күйеуімнің інісі. Жоқ, бұл болмайтын ой. Бірақ жүрек тыңдайды ма? Абзал үйге көшіп келгеннен кейін Жанардың өмірі мүлде өзгеріп кеткендей болды. Бұрын ол үйді көбіне жалғыз болатын. Енді әр қадамын біреу көріп тұрғандай сезінетін. Абзал көп сөйлемейді, бірақ оның бар болғаны үйдің ішін басқа күйге түсіріп жібереді. Таңертең ауладан балта шапқан дыбыс естілді. Кешке отын жарып жүреді. Үйдің ауыр жұмысын үндемей істейді. Жанар еріксіз байқап қояды. Өзіне, қарама, бұл сенің күйеуіңнің інісі деп қайта-қайта айтады. Бірақ көз кейде тыңдамайды. Бір күн екеуі аулада қатар қалды. Жігер мектепте, енесі көшеге кеткен. Жанар кір жайып жүрген. Абзал құқтықтан су тартып жүр. Жел тұрды. Жанардың орамалын ұшырып әкетті. Орамал жерге түсті. Абзал барып көтеріп берді. Сол сәтте саусақтары тиіп кетті. Екеуі де селк ете қалды. Көздері түйісіп қалды. Бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай. Абзал бірінші болып көзін тайдырды. Кешіріңіз, жеңгей, деді. Жанар үндемей қалды. Жүрегі қатты соғып кетті. Сол күннен бастап Жанардың ішіндегі арпалыс күшейді. Ол түнде ұйықтай алмады. Бұл күнә, бұл арсыздық, бұл сатқындық деп өз-өзін жейді. Бірақ не ғұрлым тайғысы келген сайын сол ғұрлым мазалай берді. Абзал да өзгеріп кетті. Жеңгесіне қалжыңдап, жылы-жылы сөйлейтінді шығарды. Кешкісін дастархан басында Абзал, жеңеше, бүгін шай ерекше дәмді болыпты. Әлде мен келген соң бәрі тәттірек бола ма деп қалжыңдады. Жанар өз-өзін ұстай алмай күлімсіреп, саған бәрі тәтті көрінетін шығар, деді. Көзін төмен түсірді. Осылайша оның ойы Абзалға қарай жиі ауып, ауыл тірлігіне бірте-бірте екінші орынға сыра бастады. Бір күні кешке Абзал қалаға барып келіп, қолына бірнеше сыйлық дорбасын ұстап кірді. Әдетінше есіктен кіре бере ауылдың сәні кіріп тұр екен деп Жанарға көзін қыса жымиып қойды. Жанар үй тірлігімен айналысып жүрген, бірақ оның бұл сөзіне еріксіз күліп жіберді. Абзал асықпай қасына жақындап, жеңеше, сізге бір кішкентай сыйлығым бар. Сіздей сұлуға лайық дүние ғой деп кішкентай қорап түсінді. Сол кезде Жанар абдырап қалды. Жігер дәл сол кезде үйде болмағандықтан, оның бұл әрекеті ерсі көрінді. Ой, ерке бала, неге әуре болдың деп сыпайылық танытқанмен ішкі толқынысын жасыра алмады. Абзал күлімсіреп, сіз менің жеңешемсіз ғой, өзіңізді еркелеткенді ұнатпайсыз ба? Жігер аға сізге көп сыйлықтар жасамайтын шығар. Ол өзгеше ғой, деді. Сол үшін мен кішкене көңіліңізді көтерейін дедім. Жанар ішіндегі қызығушылығын жеңе алмай қорапты ашып қарады. Ішінен әдемі орамал шықты. Жұмсақ әрі нәзік матасы. Қолына тигенде өзіне ерекше. Рахмет, ерке бала, бірақ мұның қажеті жоқ еді, деді дауыс дірілдей. Абзал,
Еркелей күліп, сыйлықты кері қайтаратын адам бар ма жеңеше? Жай ғана менің сізге деген құрметім деп қабылдаңыз, деді де басқа бөлмеге қарай кетіп қалды. Жанар сыйлықты қолына ұстап терең ойға батты. Абзалдың мұндай әрекетін оның ойына түрлі сезімдер оятатын еді. Ол енді қайнысына бұрынғыдай қарауға қинала бастады. Жанар күннен күнге Абзалға бауыр басып бара жатқанын сезсе де, өзін тоқтата алмады. Оның әзілдері, еркін мезі, қашанда көңілі жүруі Жанардың ішкі дүниесін біртіндеп жаулай бастады. Бұрын ауыл тірлігіне кірісіп үйренісіп жүрсе, енді ойы Абзалдың айналасынан алыстай қоймады. Абзал сыйлаған орамалды басынан тастамайтын болды. Орамалдың жұп-жұмсақ матасы тек басын ғана емес, жүрегінде жылтып тұрғандай көрінді. Кейде айнаға қарап тұрып, өзіне жарасымды екенін байқап күлімсірейтін. Жігер оған орамал таққан үшін ештеңе дегенмен Жанардың көңіл күйіндегі өзгерісті байқамай жүрген секілді. Абзал да мұны аңғарғандай, Жанардың көңілін көтерудің жаңа жолдарын тауып, күн сайын түрлі сыйлықтар мен жылы сөздер айтып, оның жанынан табыла білетін. Бірде Айдана әзілдеп, қайынсіңлісі: «Жеңге, осы сен бұл орамалды басыңнан шешпейтін болып алдың ғой? Сонша ұнады ма?» деп сұрады. Жанал сәл қысылып қалды. «Иә, матасы жақсы екен» деді. «Жайлы» деп жауап берді. Сол кезде ас үйге кіріп келе жатқан Абзал бұл әңгімені естіп жымиып, «Әрине, жеңешеме лайық орамал ғой. Мен таңдаған соң жаман болуы мүмкін емес» деді. Жанар оның сөзінен кейін өз-өзіне ұрсып, бәрі білетіндей көрініп жүргенім бе деп алаңдап қалатын. Бірақ Абзалдың ерке күлкісі мен ашық мінезі оны қайта өзіне тартып алатын. Түнде Жігер жұмысынан кешігіп келіп Жанардың ішіндегі өзгерісті білдіртпеуге тырысып, жайдары жүруге тырысатын. Бірақ Абзал есесіне түскенде ерекше соғатынын өзі де сезіп жүр. Жігердің қойнында жатып, Абзалды ойлайтын күнге жетті. Араға бір зал салса да, Жанар сәби көтере қоймады. Жігер болса тезірек әке болғысы келетін. Абзалдың жеңгесіне деген сыйластық пен айтқан жылы сөздері мен әзілдерін Жанар басқаша қабылдай басталды. Ол Абзалдың әр әрекетіне, әр қозғалысына ерекше мән бардай көрді. Іштей өз сезімін мойындағысы келмесе де, күн өткен сайын қайнысының жанынан өзін бақытты сезінетінін түсінді. Жігер үйге келсе, Жанардың көңіл күйі түсетін. Ал Абзал үйге кіріп келсе болды, Айнұрдың көңілі жайналып сала береді. Жігердің кешігетініне іштей қуанып, Абзалмен көбірек уақыт өткізуді армандайтын болды. Ол күн сайын Абзалдан жылы сөз естіп, ал Жігер күн сайын оған алыстай түскендей сезілді. Айнұрдың ойы енді мүлдем басқа әлемде еді. Ол Абзалды сүйіп қалғаны соншалық, оның жанында болғысы келетінін, үнемі бірге жүргенін қалайтынын түсінді. Абзалдың әзілдері, ерке мінезі, өзіне деген ерекше көңілі Жанарды елтіп әкетті. Ол қайнысының әрбір сөзін есінде сақтап, оның жанында өзін бақытты сезінетінін байқап жүр. Бірақ кейде кешкісін жалғыз қалған сәттерінде есіне өзінің Абзал емес, Жігердің жар екенін түсіргенде жүрегі шымырлап, көңілі босап кететін. Мен не істеп жүрмін? Жігер мені сүйіп ауылға келіп еді. Ол маған Жігер мені сүйіп ауылға алып келді. Ол маған сенді. Ал мен болсам, мен деген ойлар жанын жегідей жейтін. Бірақ Абзалмен кездескен сайын бұл ойлар бір сәтке ұмытылып, қайтадан тәтті сезімге беріледі. Жанар таңертең төсекте жатып, Жігердің баяу тыныстап ұйықтап жатқанын көргенде, ішкі жан дүниесінде бір түрлі өкініш пайда болатын. Ол өз күйеуін сүйгісі, оған жақын болғысы келеді, бірақ жүрегі әлде қашан басқаға ауып кеткенін түсінетін. Жігер оған салқын көрінетін, тым сабырлы, тым өз әлеміне сүйік. Ал Абзал ол мүлдем басқа. Бір күні ас үйде ыдыс жуып тұрғанда терезеден сыртта күлкісі сыңғырлаған, Абзалдың бір топ қызбен әңгімелесіп тұрғанын көріп, жүрек тағы да қызғаныштан шымырлап кетті. Ол менің қайным ғана. Мен оған де жеңге ретінде қарауым керек деп өз-өзіне қанша рет айтса да жүрегінде әмір жүргізе алмады. Жанар көзімен күресіп, өзін тоқтатқысы келді. Бірақ Абзалдың әрбір жанасуы, әрбір қараған көз қарасы оны одан сайын елтіп, жүрегіне тыныштық бермей қойды. Түннің бір уағы болса да, Жанардың көзі ілінер емес. Қараңғы бөлмеде ары-бері жүріп, терезеге қайта-қайта қарап, Абзалдың қайда жүргенін ойлап маза таппады. Осы уақытқа дейін қайда жүр, кіммен жүр деген ойлар жанын жегідей жеп, қызғаныштан жүрегі сыздап бара жатты. Жігер төсекте терең ұйқыда. Оның баяу тыныс алғаны бөлмедегі тыныштықта анық естіліп тұр. Ал Жанардың ойы мүлдем басқа жақта. Абзал тағы сол қаладағы қызбен жүр ме екен, әлде ауылдың біреуімен қыдырып жүр ме деп өзін-өзі жеп бітті. Ол есік жаққа көз тастап, мүмкін қазір келіп қалар деп күтумен болды. Сағат түнгі 2-ден асып бара жатса да, Абзалдың қарасы көрінбеді. Жанардың көңіл алаң, жүрегі дүрсілдеп, не істерін білмей терең күрсініп алды. Ақыры шыдамай далаға шығып, ауладағы самал ауамен тыныстады.
аспандағы жұлдыздарға қарап тұрып, ішіндегі сезімін де өзі түсіне алмады. Менің оған қандай қатысым бар? Ол өз өмірімен жүр ғой. Мен жігердің әйелім деп өзін шабырға шақырғысы келді. Бірақ жүрегі басқа бірдеңені қалап тұрғанын түсінді. Осылай ойланып тұрған сәтте сықылдаған күлкі мен аяқтың тықыры естілді. Жанардың денесі тітір етті. Абзал біреумен келе жатқандай. Ол үйге кіргенде көңілде шалаңсыз еді. Жанар болса оны көріп іштей қысылып, үнсіз ішке кіріп кетті. Төсекке жата бергенде көзінен аққан жастық тамып жатты. Жанардың көңіл күн өткен сайын алаң күйде жүрді. Ол енді бұрынғыдай емес. Жігерге жиі шийлігіп, ұсақ түйек нәрселерге бола сөз қайтарып ұрсатын әдет шығарды. Күйеуінің салмақты, сабырлы мінезі оны ашуландыратын болды. Жігердің өзіне көңіл бөлмейтіні, ешқашан абзалдай әзілдеспейтіні, жай ғана үйдің қамымен жүргені Жанарды қанағаттандырмайтын. Жігер, сен неге үнемі жұмыстан бас алмайсың? Маған көңіл бөлуді қашан ойлайсың деп бір күні ашуға булықты. Жігер сәл таңырқап, кітап оқып отырған жерінен басын көтеріп, Жанар, мен бәрін сендер үшін жасап жүрмін ғой. Сен неге ренжіп жүрсің деді сабырлы үнмен. Бар айтатының осы, сен мені түсінбейсің деп Жанар ренжіп теріс бұрылды. Ол іштей Жігердің абзал секілді көңілді, ақжарқын, өмірге жеңіл адам болғанын қалады. Жігердің салмақтылығы оны бұрын сезімділікпен сыйлағанымен енді жалықтырып жіберген секілді. Бір күні енесі кешкі шай үстінде, анау Ханфизаның қызы бар еді ғой Айгүл. Байқұс әлі жас еді, өмірден өтіп кетті ғой деп бастады сөзін. Иә деп атасы басын изеді. Енді міне әмеңгерлікпен қайны салыпты дегенді естіп жатырмыз. Жесірін жатқа бермей, отбасының абыройын сақтады ғой. Баяғыдан келе жатқан дәстүр ғой бұл. Жанар енесінің сөзін ести сала қолындағы қасығын түсіріп алды. Көңілі алай-дүлей күйге түсті. Әмеңгерлік деген сөз құлағында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Көз алдында бірден Жігер емес, абзалдың бейнесі көлбеңдеп кетті. Енесі сөзін жалғастырып, жесірін далаға тастамай өз шаңырағында ұстап отырған дұрыс. Жас әйелдің бағы ашылсын дегені ғой. Нұр ыстық шайды ұрттап отырып, ата-енесінің сөзін үнсіз тыңдап, көз иығымен Жігерге қарады. Ол әдеттегідей салмақты, ештеңеге алаңдамаған күй тамақтан ішіп отыр. Ал абзал болса күлімсіреп, жеңіл әзілмен әңгімеге қосылды. Иә, мұндай жағдай көп қой. Дәстүрге қарсы шыға алмайсың. Жанар іштей осы дәстүрдің өзіне де қатысты болғанын қалайтын аңғарды. Жігерден алыстап бара жатқанын сезінген сайын, ойы абзалға қарай ауып, осы бір әмеңгерлік жайы сөздер жүрегінде бір үміт отын тұтатып жібергендей болды. Бірақ өзін тез жинап, ойдан арылуға тырысты. Бүгінде ондайға кез келген әйел көнбей қойса қайтеді деп Жанар байқатпай сөзге араласты. Атасы қарқылдап күліп, әй келін-ау, көнбей қайда барады? Қазақтың салты ғой, жесірін ешкім далаға тастаған емес деді. Жанар күлімсіреді. Бірақ ішкі ойы мүлде басқа жақта еді. Кешкі сай үстінде Жанар өз ойымен әуре болып отырғанда енесінің дауысы кенет құлағын жаңырып кетті. Абзал да ер жетті ғой, енді үйленетін уақыт болды деді енесі салмақпен. Кеше ауылдағы емшіге апарып дем салдырып жолын аштырдық. Енді Құдай қаласа лайықты келін түсіру керек. Жанардың қолындағы шай төгіле жаздап жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай күй кешті. Енесінің бұл сөздері оған жай ғана жүрегіне тиді. Абзал үйленсе бәрі бітеді деген ой санасын шымырлап алды. Ол не істерін білмей бірден көзімен абзалға қарады. Бірақ ол ештеңе білмегендей күлімсіреп шайын ішіп отыр. Емші не деді Жігер әдеттегі сабырлы қалпымен. Ешқандай кедергі жоқ, жолы ашық, тек үйленіңдер деді. Деп анасы баласының болашағын ойлап отырғандай сөйлеп кетті. Жанардың тамағынан өсетпей көзі қарауытып кетті. Ол абзалдың өзінен алыстап, басқа біреумен шаңырақ құратынын елестеткенде жүрегі жаншып тұншығып бара жатқандай болды. Жоқ, бұл мүмкін емес, ол менікі болу керек деген ой көкейінде тұрды. Кімге үйлендіресіздер деп әрең тіл қатты Жанар, дауысынан алаңдаушылық сезіліп. Ауылда бір жақсы қыз бар, көрші ауылдың қызы да жаман емес деді енесі. Құда түсіп көрерміз. Жанар шыдай алмай дастарханнан рұқсат сұрап бөлмесіне кіріп кетті. Есікті жауып, демін ауыр алып, көзінен ыстық жас ыршып шықты. Бойын қызғаныш пен өкініш араласқан түсініксіз сезім билеп бара жатыр. Абзал менікі болу керек. Мен оны ешкімге бере алмаймын деп ойлады ішінен. Енді Жанар үшін бұл жай ғана ұнату емес, ішкі жан дүниесін билеген терең сезімге айналған еді. Жанар төсегіне отырып, басын екі қолымен ұстап, ішіндегі ойлармен арпалысып отырды. Көзі қарауытып, санасын қараңғы ойлай билей бастады. Абзал менікі болу керек деген сөз ішінен қайталана берді. Бірақ оған бір ғана жол бар. Ол әмеңгерлік. Ал ол үшін осы ойдың соңы өзі де ойлаудан қорықты. Бірақ шайтан оны одан әрі азғыра түскен. Үш күні Жігердің кету керек екенін сыбырлай берді. Оның жүрегіне қорқыныш пен қара ниет қатар ұялай бастады.
Жігер болмаса бәрі оңай болар еді. Сонда мені ешкім кінәламайды. Бұл дәстүр деп өзін ақтауға тырысты. Оның ойында түрлі жоспарлар құрыла бастады. Ол бұндайды өзі де күтпеген. Жігердің тың салмақты, ойлы адам екенін ойлап, ол ештеңеден сезікпейді деп сенді. Бірақ жүрегінің түпкірінде жігерге деген аяушылық сезімі әлі де бар еді. Оны сүйіп, өз қалауымен тұрмысқа шықты емес пе? Осыны ойлағанда, оның көзіне жас еріксіз орала берді. Бірақ бұл сезім көпке ұзаған жоқ. Жігер мені байқамайды да, оған тек жұмыс қана керек деп өз-өзін ақтап шығып отырды. Ішіндегі қара үй күшейе берді. Әрі-бері бөлмеде сенделіп жүрді. Бөлме ішінде тыныс алуы ауырлап, терезеге қарап тұрып, даладағы жұлдыздарға көз тастады. Жігер болмаса мен бақытты болар едім. Жігер болмаса мен бақытты болар едім деп ішінен ойлай берді. Жанар мұндай қорқынышты ойларға ешқашан берілмеген түсінсе де, қазір басқаша. Оның жүрегі қызғаныш пен құмарлық улағандай еді. Осы ойлардың шырмауынан шығуға тырысып, өзін-өзі сабырға шақырды. Бірақ шайтанның сыбыры оны қайтадан баурап алды. Көз алдында Абзалдың күлімсіреп, өзін құшақтап тұрған елестеп, Жігердің бейнесі көмескі тартып бара жатты. Жанардың ойы сан-саққа жүгірді. Ішкі жан дүниесін аласапыран сезім билеп, енді ол тек бір нәрсені ойлаумен болды. Жігерден құтылу. Бірақ оны ешкімге күдік тудырмай, барлығына өз ажалымен өлді дегізетіндей ету керек. Түннің бір уағында төсегінде дөңбешіп жатып, санасына шайтан арбағандай түрлі жоспарларды елестете бастады. Жол апаты, бір уыс дәрі, немесе суға кетіп қайтыс болды деп шығарсам бекен деп. Өз басынан неше түрлі ойлар шықпай қойды. Ол бір сәт өзін тоқтатқысы келгенмен, Абзалдың бейнесі көз алдынан көлбеңдеп, бұл ойды одан сайын ұштай түсті. Жігер көп жұмыс істейді, шаршап жүреді. Дәрі беріп өлтірсем бе? Егер бір күні түнде далаға шыққанда жүрегі ұстап қалса, ешкім ештеңе демес еді деп өз-өзін сендіргісі келді. Бірақ бұл ойды іске асыруға жүрексініп, өз-өзін тағы да сабырға шақырды. Бірақ шайтан оны азғыруын қоймады. Жанар күнде таңертең Жігердің үйден шығуын бақылап, оның әдеттерін зерттей бастады. Оның қай уақытта жұмыстан келетінін, қай жерде ұзақтау бөгелетінін, тіпті кейде түнде мал қораға шығатыны да есінде еді. Мүмкін сол бір түнді күту керек шығар. Мүмкін жерге су құйып қойсам, Жігер тайғанап құлар. Әр түрлі ойлар миын улады. Жанар өз-өзінен қорқа бастады. Ол қалай да өз бақыты үшін Жігерден құтылу керек деп шешті. Күндер өткен сайын Жанардың жүріс-тұрысы өзгере бастарды. Жігермен суық сөйлесіп, кейде одан қашқақтап жүретін болды. Ал Жігер болса, әйелінің мұндай мінезін оның көңіл күйінің тұрақсыздығынан деп ойлап, көп мән бере қоймады. Жанар сайтан сыбырлаған сұмдық жоспарды жүзеге асыруға асықпаса да, оның ойынан бұл жоспарлар бір сәтте де кетпеді. Жанар күн өткен сайын өзгеріп бара жатты. Оның жанарында бұрынғыдай жылулық жоқ, ұяңдық жоқ, әлде бір суық, үрейлі от пайда болды. Ол Жігердің әр ісін жіті бақылап, әр қадамын аңдау сәтін айналдырып алды. Күн сайын оны өлімге итермелейтін сәтті ойша елестетіп, өзін тоқтатуға тырысқанмен шайтанның сыбыры құлағынан кетпеді. Ата енесі де келіннің көңілсіз кейпіне қарап өзара бала күтіп жүр ғой байғұс деп өз түсініктері бойынша жорып келіндеріне қолдау көрсетті. Күтіп жүр ғой деп ойлады іштерінен. Ал Жанар болса үй ішінде жүзіне жасанды сабырлықты тағып алып, жүрегінде аласұрған құмарлық пен жек көрушілікті тағып жүргендей еді. Ол Жігердің басқан ізін аңдып, әр қимылын сараптап, қашан оңтайлы сәт туарын күтіп жүрді. Бәрі табиғи көріну керек деп сыбырлады ішіндегі қара ой. Таңертең күндегідей жайма-шуақ атқанмен Жанардың жүрегі атқақтап, уысындағы тер басқан алақан қайта-қайта сүртіп отырды. Жатқанына мән бермеді. Жігер әдетше көлігіне отырып, кілтін бұраған сәтте Жанар терезеден сығалап тұрды. Бәрі дұрыс болу керек деп ішінен сыбырлап, ештеңе болмағандай ас үйге беттеді. Жігер көлігінің жүрісі біртүрлі екенін байқап, тежегішті басып көрді. Бірақ көлік жылдамдығын бәсеңдетпестен ауылдың шетіне қарай зымырай түсті. Оның жүрегі зырқ ете түсті. Неге тежегіш істемей қалды деп дауыстап жіберді. Жолдың жиегіндегі үйлер көзді ашып жұмған шартта қалып, енді ауылдың сыртынан шыққан еді. Тыныштық орнаған далаға жеткенде көлік тоқтауға тырысты. Бірақ рөл өзіне бағынбай бара жатты. Бір сәтте көзіне қарсы алдынан дәу жартас шалынды. Жігер бар күшін жинап көлікті бұруға тырысқанымен жылдамдық қатты еді. Көлік ызғытып барып жартастың бетіне бар екпінімен соғылды. Темір майысып, әйнектер быт-шыт болды. Қатты соққыдан көліктің алдыңғы бөлігі жапырылып, Жігердің қозғалыссыз қалған денесі орындығында сылқ етіп жатты.
Сол сәтте оның жүрегі тоқтады. Ауыл ішінде дүрбелең тарап, бірінен соң бірі көлік апаты жайлы ести бастады. Біреу жолдан өтіп бара жатып көлікті көріп, бірден адамдарды шақырды. Анасы жылап, әкесі өз-өзін ұстай алмай оқиға орнына асыға жетті. Барлығы шошып абдырап қалды. Ал Жанар болса сырттай абыржыған кейіп танытып жылағандардың арасында тұрды. Бірақ оның ішінде бөтен бір сезім ойнап тұрды. Жеңіс пен қорқыныш, өкініш пен жеңілдік араласқан сезім жүрегін билеп алды. Ешкім білмейді, бәрі өз ажалымен болды деп өз-өзін іштей сендірді. Бірақ сол сәтте біртүрлі қорқыныш денесін шымырлатып өтті. Енді Абзал менікі деп іштей қуанды. Жігердің 100 күндік асы өткен соң Жанардың ата-енесі шақырып алып, «Қызым, сен әлі жассың. Алда өмірің бар. Біз саған рахметімізді айтамыз. Бірақ ата-анаңның қолында бағыңды ашсаң дұрыс болар» деді. Жігердің анасы көз жасын сүртіп отырып. Жанар ішінен бәрі басқаша болады деп ойлаған. Әмеңгерлік жайлы үміт күтіп жүрген ол үшін бұл сөздер суық жаңалықтай тиді. Бірақ сыр білдірмей басын изеп үнсіз тыңдады. Абзал үнсіз ғана қарап тұрды. Бұрынғыдай ойнақтап, жеңіл әзіл айтудың орнына ол Жанарға тек жолың болсын деген салқын сөз айтты. Бұл сөз Жанардың жүрегіне инеше қадалды. Жанар төркінге кету туралы шешімге үзілді-кесілді қарсы шықты. Жұртқа сыр білдірмеуге тырысып жүргенмен ішіндегі дүлей сезім сыртқа шығып, ақыры шыдамы таусылды. Сол сәтте ол ата-енесіне әмеңгерлік туралы тікелей сөз қозғады. «Жігердің орнын Абзал бассын. Мен бұл үйден кеткім келмейді» деді ол дауысы дірілдей. Бұл сөзді естігенде ата-енесінің аң-таң болып бір-біріне қарап қалды. Жігердің анасы үнсіз отырып қалса, әкесі ашулана басын шайқап, «Жоқ қарағым, бұл мүмкін емес. Жігердің орны бөлек, Абзал өз өмірін сүреді. Біз бұл дәстүрді қолдамаймыз» деді қарт әке ауыр күрсініп. Жанар не істерін білмей, көзіне жас барлап, Абзалға қарай жүгірді. Ол бұған таңырқап ыңғайсызданып тұрған еді. «Абзал, мені тастама, өтінемін. Маған үйлен» деп оның аяғына жығылып еңкілдей жылай бастады. Абзал сасқалақтап, аяқ астынан не істерін білмей, оның қолынан тартып тұрғызуға тырысты. Көз алдында егіліп жатқан жеңгесін көріп, ол тіпті не айтарын білмей, бұрын ойнап, әзілдесіп жүретін адамы түк қалмаған, тек есінен адасқан әйелді көрді. Жанар көзі жасаурап, екі қолымен Абзалдың білегінен ұстап, жалынышты кейіпте қарады. «Бір-бірімізді әлі сүйіп кетеміз. Жігер енді жоқ, біз бірге болуымыз керек» деп жылаған дауыспен. Абзал оның қолын баяу босатып артқа шегінді. «Жеңге, бұл мүмкін емес» деді де бөлмеден шығып кетті. Жанар еденде жылап, бәрі үміті үзілгендей сезінді. Ал төрде отырған Жігердің анасы мен әкесі үнсіз ғана өзара көз алмастан отырды. Қария анасы көзіне жас алып, «Бұл қызға не болған? Арманның рухын қорлап» деп кеңсемдеп қоя берді. Жанар жалынып жалбарынса да, ата-енесі оны жылы сөзбен сабырға шақырды. Жігердің анасы көз жасын сүртіп, ауыр күрсініп отырып, «Қызым, біз сені түсінеміз. Жігерден айырылғанымыз бәрімізге де ауыр. Бірақ әмеңгерлік деген тек артында ұрпақ қалдырған әйелге жасалады. Арманнан бізге ұрпақ қалмады. Сол себепті бұл мүмкін емес» деді. Үнінде мейірім мен салқындық қатар өріліп. Жанар үнсіз отырып қалды. Оған бұл сөздер ауыр тиді. Ішіндегі үміт пен арманы бір сәтте күл талқан болды. «Бірақ мен сіздерді тастап кеткім келмейді» деп күбірледі ол көзі жасқа толып. Жігердің әкесі де ауыр үнмен сөзге қосылды. «Біз сені қызымыздай көрдік, Жанар, бірақ өмірдің өз жолы бар. Сен жассың, өмірің алда. Өз бағыңды тап, қызым». Ол ата-енесінің сөзінен кейін ештеңе де айта алмады. Жанардың әке-шешесін шақырып қолдарына тапсырды. Ал Жанар болса, есінен адасып, үйдің ішінде қашып, өзін ешкімге ұстатпай, біраз әбігерге салды. Әрең дегенде ұстап, қызын ақылға келтіру үшін ағасы бір-екі шапалақпен салып жіберді. Осылайша Жанар қайын жұртты бір жола тәрк етті. Жанар төсегінде үнсіз жатып, көзін төбеге қадап терең ойға шомды. Бәрі кеш, түсінілген шындықтай. Жігердің бейнесі көз алдында қайта-қайта келе берді. Ол бұрынғы күндерін, Жігердің сабырлы қалпын, мейірімді жүзін еске алып, жүрегі сыздап кетті. «Мен Жігерді бағаламадым. Оның орны мүлде бөлек еді ғой» деп ойлады. Ол көзінен жас ағып, жастығына сіңіп жатты. Жігердің жұмыстан шаршап келсе де, жылы қабағын жоғалтпайтын әдеті, бір ауыз артық сөз айтпайтын салмақты мінезі енді қадірлі көріне бастады. Ол ауылда барынша еңбек етіп, Жанардың ештеңеге алаңдамай, жайлы өмір сүру үшін бәрін жасап баққан еді. Жанар, Жігерге деген суық қарым-қатынасы, оның көңілін қалдырған сәттері есіне түскен сайын жүрегі қысылып тұншыға бастады. «Мен не істедім? Жігерді шын жақсы көрдім бе? Неге кеш түсіндім?» деп өз-өзін іштей жеп жатты. Абзалға деген ессіз сезімнің жетегіне еріп,
өзіне шынайы махаббат пен қамқорлық сыйлаған адамды қалай ұмытқанына таң қалды. Бірақ ол енді жоқ еді. Өксіп жылағысы келді, бірақ дауысы шықпады. Жастыққа басын көміп, үнсіз көз жасына ерік берді. Барлығы кешеді. Жігер қайтып келмейтінін түсіну жүрегін қас айырып жіберді. Осылайша ол қапыда қадіріне жетпеген жігерге деген сағыныш пен өкініштің отына өртеніп жатты. Жанар күннен күнге өз-өзіне сыймай, есінен адасып бара жатты. Оның ойына жігер бір сәттен кетпеді. Таң атса да, күн батса да, санасын тек бір ғана сөздер кернеді. Мен өлтірдім, мен өлтірдім, мен өлтірдім. Ол бұл сөзді үздіксіз қайталай беретін болды. Жанардың жүзі солғын тартып, көзі шүңірейіп, жанары мұңға толы, жансыз кейіпкенді. Бөлмесінен шықпай, өткен күндерді қайта-қайта ой елегінен өткізіп, өзін іштей жеп жатты. Кешегі армандардың күл талқаны шықты. Жүрегіндегі оттың орнына қараңғы тұңғиық орнағандай еді. Ол маған еш жамандық жасамады, ал менше деп жылайтын ол түнде төсегінде дөңбекшіп жатып. Жанар кейде өзінен қорқатын болды. Оның есіне түнделетіп көлік тежегішін қиып жүрген сәт түссе, жүрегі тас төбесіне шығып, қолы қалтырап кететін. Ол барлығын қайтарып алғысы келді. Бірақ кешеді. Бірде анасы есіктің алдында оның өз-өзімен күбірлеп отырғанын, жігер, кешір мені, мен сені өлтірдім, жігер деп отырғанын естіп шошып кетті. Күйеуіне айтты. Олар қыздарының халін байқап уайымдай бастады. Байқұс қызым, әлі есін жинай алмай жүр деп шешесі ауыр күрсінді. Ал Жанардың ойы бірақ нәрсеге тірелетін болды. Ол жігердің бейнесін елестетіп, оның қиналған жүзін көруден жындануға шақ қалған еді. Шындықты жасыру мүмкін емес екенін түсінген сайын ішіндегі үрей мен өкініш оны азаптай түсті. Енді ол үй ішінде бір сәтке де тыныш жүре алмайтын халге жетті. Айнаға қараса да жігердің сұсты көздері көрінетіндей. Түнде ұйықтамақ болса, дауысы құлағынан кетпейтін болды. Әке-шешесі бәр мейірімін төгіп, қолдарынан келгенше жұбатуға тырысты. Бірақ Жанардың көзінде бұрынғы оттың ұшқыны да қалмаған еді. Ол күні-түні бір ғана сөзді қайталай берді. Мен өлтірдім, мен өлтірдім. Анасы оны ақ жаулықпен басынан сипап, жанында отырып, қызым, өткен өтті, өмір жалғасады, сен әлі жассың, бәрі қалпына келеді деп жұбатып көрсе де, Жанар үнсіз жерге қарап, басын шайқай беретін. Көрші-қолаң жынданған деп сыртынан күңкілдей бастады. Емшілерге апарудан шаршаған ата-анасы дәрігерлерге де көрсетті. Бірақ ешқандай ем қонбады. Дәрігерлер психологиялық соққы деп дәрі жазып берді. Бірақ Жанардың жан жарасына ештеңке әсер етпеді. Күн өткен сайын оның көз алдында жігердің бейнесі жиі келетін болды. Түнде шошып оянып, қараңғы бөлменің ішінде оны іздеп жүретін. Кейде анасының жанына барып, үрейлі дауыспен, мама, жігерді көрдің бе? Ол мені іздеп жүрме деп сұрайтын. Анасының жүрегі қарс айырылатын. Олардың алдында өмірге өкпелі, өзімен өзі күресіп жүрген қыздың бейнесі ғана қалғандай. Бір күні Жанар әкесіне жақындап, жалынышты үнмен, әке, мені Арманның қасына апарыңызшы, мен оның қасында болғым келеді деді. Әкесі оның сөзін естігенде еңсесі түсіп, басын шайқады. Қызым-ау, сенің өмірің алда, жігер өлді, оны қайтара алмайсың деді ауыр күрсініп. Бірақ Жанар бұл сөздерге сенгісі келмеді. Ол терезе алдында отырып, ауыл жаққа ұзақ қарап, іштей өз-өзін жей берді. Күн артынан күн өтіп жатты, бірақ оның жан дүниесіндегі қара бұлт сейілер емес. Жанар үшін өмір тоқтағандай. Ақыры ата-анасы шарасыздықтан Жанарды емдету орталығына, жындыханаға жатқызуға мәжбүр болды. Оны ақ жаймамен қымтып, көз жасын төгіп ауруханаға алып барған сәттері әкесінің жүрегін тілім-тілім етті. Анасы Жанардың қолын жібергісі келмей, көз жасын тия алмай егілді. Қызым, бәрі жақсы болады, сен жазыласың, біз сені күтеміз деп жұбатса да, Жанардың жанарында өмірдің нышаны байқалмады. Ақ халатты дәрігерлер оны қабылдап алған кезде Жанар әдетінше сыбырлап, мен өлтірдім деп қайталай берді. Ауруханадағы суық қабырғалар, жат адамдардың жүздері Жанардың одан бетер тұңғиыққа батырды. Ақырында дәрігерлер оған күшті тыныштандырғыш дәрілер беріп, оны палатаға жатқызды. Жанар ұзақ түндер бойы төбеге тесіліп қарап жата беретін болды. Дәрігерлер оның есін уақытша тұмандатқанымен, жанын күйзелетін өкінішті ұмыттыра алмады. Кей күндері ол төсегінен тұрып, терезеге барып, алысқа көз тастап, жігер, сен қайдасың? Мен сенің жаныңдамын деп күбірлейтін. Мейірбикелер оған жылы сөйлеп, көңілін аулағысы келгенмен, Жанар
байқамайтындай кейіп танытатын. Оның санасы өткеннің тұзағынан шыға алмайтын. Ата-анасы жиі келіп тұрды, бірақ Жанар олардың келгенін де кеткенін де аңғармайтын. Анасы оның жүдеу жүзіне қарап, «Құдай-ау, қызыма сана берші» деп көз жасын сүртіп, әр келген сайын үмітін үзбей дұға етіп қайтатын. Күндер айларға ұласты. Жанардың жағдайы бірде жақсарып, бірде қайта нашарлап, дертінен айыға алмады. Өкініш оның ішінен жігердің елесі әр түн сайын түсіне еніп, оны өзімен бірге алып кеткісі келетіндей күй кешетін. Жанардың енді шынайы өмірі мен қиялдарының арасындағы жүке шекарада өмір сүріп жатты. Жанар өз бақытының қадірін алдындағы асыл жарын бағаламай, басқадан жылулық іздеп, ақыры қайғы мен өкінішке батып тынды. Адам өміріндегі ең үлкен қателік қолдағы бардың қадірін білмеу, бір сәттік сезімге алдану, шынайы махаббат пен адалдықтың құнын түсінбеу. Соңында орны қалмас өкінішке алып келетін Жанар кеш түсінді. Өмір уақытша сынақ, көп өмір уақытша сынақ. Көп жағдайда адам қолындағы бар бақыттың бағасын тек жоғалтқан кезде ғана ұғынады. Жанар жігердің жаны таза, жүрегі кең азамат екенін жоғалтқан кезде ғана ұғынған.